Армысыздар, Ғабит Кәдірбайдың арнасына қош келдіңіздер. 1929 жылы дүниеге келген хорватиялық азамат Фране Селакты әлемдегі ең тұзы жеңіл адам, немесе тұзы жеңіл жолы болғыш кісі деуге болатын шығар. Оны қалай атауды Франенің басынан кешкендерімен танысқан соң пікірлеріңізді төменге қалдырып кетіңіздер. 1962 жылы Сараеводан Дубровикке келе жатқанда ол мінген пойыз көпірден мұзды суға құлайды. 17 адам қайтыс болған оқиғадан қолы сынып Фране аман қалыпты. Бір жылдан соң Загребтен Риекаға ұшпақшы болғанда DC-8 самолетінің авариялық есігі ашылып кетіп, 20 жолаушы сыртқа құлайды. Бір мая шөптің үстіне түскен Фране ғана бірнеше жері көгеріп, тілінгенмен аман қалады. 1966 жылы Сплитке келе жатқанда автобустары өзенге құлап, 4 адам қаза табады. Тағы да бірнеше жері көгеріп, тілінген Фране жағаға аман есен жүзіп жеткен екен. 1970 жылы шосседе келе жатқанда көлігі өртеніп шығып үлгереді. 2 секундтан соң бензобак жарылыпты. 1995 жылы Загреб көшелерінің бірінде автобус қағып кетіп, жеңіл желпі жарақаттармен бірге үйреншікті шогын алады. Келесі жылы тау жолымен келе жатып бұрылыста ООН-ның жүк көлігімен қарама-қарсы кездесіп қалады. Машинасынан секіріп үлгерген ол еңістегі ағашқа ілініп қалып, құлап бара жатқан көлігіне қарап отырыпты. 90 метрдей төменде көлігі жарылған екен. Фране Селак 4 мәрте үйленіп, менің әр некемде өзінше катастрофа деп философиялық ұйғарым жасаған екен. Осының бәрінің өтеуіндей 74 жасқа толғанда лотереядан 600 000 фунт стерлинг ұтып алады. Туыстарына көмектесіп, жаңа үй алып, 5-ші рет өзінен 20 жас кіші әйелге үйленген. 2016 жылы 87 жасында дүние салыпты. Құрметті көрермен, видео ұнаған болса, лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сау, сәлеметті болыңыздар. Келесі кездескенше.